жердің ресурсын бүкіл жер бетінде бітімге таяу. Жер байлығы ол бәрібір бітеді. 100% жасыл энергияға көшу керек. Дизель, бензин менен жүретін машиналарды тоқтатамыз. Бәрі 100%. 35 жылда. 35 электрик машинаға көшеді. Қазақстанда атомда салу қажет жоқ. Жаңа көмірді да, жаңа желдер мен күн энергиясында қажет жоқ. Қазіргі энергия жетеді. Армысыздар, құрметті біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Қажиақбар бауырымызбен бүгін керемет бір тақырыпты қозғайық деп отырмыз. Ол жасыл экономика. Жердің ресурсының шексіз емес екендігі, оның белгілі бір уақытта таусылатыны, және ол уақыттың жақындап қалғаны анық. Бізде атомный электростанциясын саламыз ба, салмаймыз ба деген референдум өтті. Халық 90, тіпті 95% қарсы болды. Амалсыз сол қарсы болғандардың ішінде мен де болдым. Неге дегенде мынандай қулық саясатпен халық біріксе, осы жерде шынымен барып дауысын берсе қалай болады екен деп. Бірақ сол кезде мен жан жолдасым Төлен Тоқтасын қайтыс болды да, мен сол неменеге бақылаушы бара алмай қалдым. Әйтпесе бақылаушы куәлігін алған едім. Шындығында да мен осы ғылымды зерттеп жүрген арасында көзім ашық адам ретінде АЭС-ті, атомдық электростанциясын қолдадым өзім. Бірақ халық түгел қарсы болды. Сол халықпен ары қарай бір диалог сөз орнату үшін мен осы хабарды түсіріп жатырмын және айтып жүрмін. Өйткені жасыл экономикасыз біздің Қазақстан ғана емес, бүкіл жер бетінде ресурс бітті. Бітімге таяу. Осы жайлы бір хабар жүреміз, міндетті түрде көріңіздер, және де бұл хабарды көру үшін осыдан бұрынғы Қажиақбардың Ауғанстандағы жас баланың Даниядағы бүгін жетістігі деген хабарды осының алдындағы міндетті түрде көріңіздер. Ал Қажиақбар бауырымыз қазір жасыл экономика жайлы, жер астының байлығының шектеулі екені, оны Европада тауысып қалды, Қазақстанда әлі біраз бар, оған да бірақ ары кеткенде мұнайдың өзінің бір 30 жылдық қоры қалғаны. Ал енді мына ұланғайыр даламызды жылумен, электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін біз амалсыз жасыл экономиканы өзіміз меңгеруіміз керек. Осы жағдайда енді бізге велосипед ойлап табу қажет жоқ. Оны Европада баяғыда ойлап тауып қойған, қолданып жатыр. Бізге жеңілірек. Соны көшіріп алу керек. Осы жайлы қазір жалпы әлемде, соның ішінде Европада, соның ішінде Данияда қандай бір шаралар істеліп жатыр, сол жайлы қысқаша нақты біздің көрермендерге қазақтың жалпақ тілімен түсіндіріп кетсең. Енді қысқаша айтқанда менің мамандығым жаңағы жасыл энергия, оның ішінде жел энергиясы. 16 жыл болды осы салада жұмыс істеп жатқаным. Содан кейін жаңағы бұл жасыл энергия деген негізі басталған жері индустриализацияға айналдырып ақша табу басталған жері Дания бұның. Әлемнің түкпір-түкпірінде бұндай идея болған, желден электричество алам деген. Бірақ мына Израиль менен арабтардың соғысы болды ғой 1970 жылдың басында. Сонда бүкіл арабтар мұнайын жауып қойды. Жауып қойған кезде сонда бірнеше Данияның инженерлері барып өздерінің күшіменен түрлі жаңағы желдермендің саймандарын бірін машинадан алып, бірін анадан алып, бірін мынадан алып 2 мегаваттық желдермен құрастырып шығарды жаңағы инженерлер. Құрастырып істеткеннен кейін бұл жаңағы 2 мегаватт қарасаң, бұл таң қалатын жағдай болды да бұрын. Онда 2 мегаватт істелбеген, одан кейін жаңағы бір жағынан энергия тапшылдығы, бүгін Россия менен Украина соғысы тапшыл болды ғой. Әрбір тапшылдық, қиыншылық бізде челлендж әкеледі дейді, челлендж. Ол челленджде егер адам жолын іздестірсе, ол бір жаңа есік ашылады дейді. Сол сияқты 2 мегаватты бастаған кезде Данияның үлкен компаниялары, сосын әсіресе мемлекет, бұны бір стратегиялық бағыт көрді. Жаңағыдай арабтың мұнайына тәуелді болып қалмау үшін бұған ақша беріп, бұны ары қарай дамытты. Сонда негізгі Данияның бүкіл электр қуатымен, энергиямен қамтамасыз етіп отыр көздері, жел, қанша пайыз желдермендер арқылы? Бүкіл қажеттілік, содан кейін күн, соның кейін басқа қандай көздері бар?
Сонымен енді бұл индустриализация болды, жаңағы бірінші бастап субсидия, мемлекеттің субсидиясымен аяққа тұрды, бірақ субсидия жаңағы. Одан соң мына эффективисең дейді. Бүкіл жаңағы менің жұмысым 16 жыл қалай арзандау жасаймыз. Жаңағы менің жұмысым сол Vestas деген компанияда 7,5 жыл 6 миллиард евро бюджет менің қолымда болды. Соны қалай біз арзандау жасаймыз. Жыл сайын мысалы финанс бақыт қояды, 5-10% түсіру керек. Мен соны бастықтармен, жаңа сатып алу бөлім бастықтармен отырып соны түсіртуім керек. Өзіндік құнын арзандату үшін де. Ал бүгінгі Еуропадағы, әсіресе Даниядағы желдермен мұнай көмірді сырып тастады баға бойынша. Яғни біздер мұнай көмірден арзандау жел энергия электричествосын жасап жатырмыз. Тамаша. Сол үшін үлкен бетбұрыс болды. Жел энергиясында бүгінгі жағдайда бізде, жаңа сіздің сұрағыңызға айта кетейін, 60% жел энергия, орташа есеппен жылдық жел энергия шығады. Тағы да 10% күн энергиясы. 70 болды. Сосын ары қарай былайынша бір 30% қалады. 30%-ын әзірге шейін бізде 12% қара энергия деп саналады. Қара энергиямыз көмір, газ, мұнай. 12%. Ал ар жағында қалған 30%-ын 12% ар жағында қалған. Мына біздер күнделікті мына мусор деп, қоқыс деп, тамақ, анау-мынауды лақтырамыз қой. Соларды және мына орманда жатқан бос шөп, солардың арқасында үлкен станциялар жасап, біздер оны централны станциялар дейміз. Сол жерде оны өртеп, суды қайнатып, судың буы арқылы турбин электричество жасады. Сосын ана қайнаған суды үйдерге жібереді, жылу қылып. Сонда қоқысты өңдеу арқылы десе болады ғой. Біз атом электростанциясы жоқ. Атом электричествосы жоқ, бірақ соңғы айда бізде 1-2 партия бұл мәселені қозғап жүр. Атом инстанциясы негізінде ол да жасыл энергияға жатады. Егер атом бомба жасайын десе де, біз кезінде ең мемлекеттердің алдында болдық. Атом бомба бізде Нильс Бор деген баяғы Айнштайнмен анау-мынау не қылып атом бомбаны шығарғанда, сол кісі оның артында үлкен институт бар. Бізде барлық атом бомба жасайық десе ғылымы бар. Бірақ атом энергияда сол кезде халықта бір қарсылық болды. Қарсылық болды да жасатпай тастады. Бір жағынан, егер бұл кезде Дания атом бомба несі қатарына кілетін мемлекеттерде. Бірақ атом энергия жоқ қазір Данияда, бірақ бір жағынан жаңа не ғой, басқа жолдарды іздеп тастайды. Күн жаңа қоқыс өзі қамтамасыз етіп отырса, енді қашан 100% жасыл энергия көшу жоспарланып? Біздің мақсатымыз 1940 жылы 100% жасыл энергияға. Сонда 12%. 12% қазір қара болып саналады, 12%-ден құртсақ 100% жасыл энергия деген мақсат бар Данияда. Жалпы Европада осы жасыл энергия көзін ең тиімді пайдаланған Дания, онан кейін Франция, Германия, оларда қандай энергия көзімен? Оларда атом көбірек қой, Германия соңғы 3 атом электр энергиясын жапты. Енді Еуропа біреулер бәрі бір деп мемлекет деп ойлайды, бірақ Еуропаның мемлекеттері әрбірі өзінің қандай бақыт ұстайды, соны өзі шешеді. Германия мысалы соңғы 3 атом энергиясын жапты, бірақ Франция оны көбейтіп жатыр. Бұлай қарағанда, жалпылай Германия қазір жел энергиясын көп қондырып жатыр, күн энергиясын көбірек қондырып жатыр. Біздер мысалға бүкіл Еуропа 1935 жылы бүкіл мына дизель, бензин менен жүретін машиналарды тоқтатамыз, бәрі 35 жылда. 35 электрик машинаға көшеді. Бүкіл Европа, яғни қара энергия жылдан жылға азайып келе жатыр, өте азайып келе жатыр да. Керемет. Енді осы жағдайда, енді өзің кезінде Қазақстанға келдің, Қазақстанның экономикасын сырттан, енді қаның қазақ, екінші қайын жұртың осы жақта қазақ болғаннан кейін бақылап отырасың, көз ашығыдан ретінде. Қазақстанда осы жағдайда қандай мүмкіндік бар жасыл энергияға көшу? Өйткені бізде жел тура Даниядағыдай емес, және бізде құрылғы қымбат, сондықтан біздің әзірге қара энергиямыз, көмірден шыққан энергияның құны арзан болып тұр. 30 теңге. Ал енді жел энергиясы болды ма, сол әлдеқайда қымбат болады, күн энергиясы да. Сен енді маман ретінде Қазақстанға
қандай бір мысалы бағыт ойлайсың дұрыс болады? Мен сыртта жүрсем де Қазақстанның жаңағы атом энергия деген басқа қандай энергия көздері бар, соны бақылап оқып жүрем. Бұл жерде және мен сарапшымын ғой. Өмірім 20 жыл жұмыста сараптаумен өтті. Ешбір нәрсені сараптамай шешім қабылдамау керек. Менің ойымша бірінші сұрақ Қазақстанның энергиясы да былай болу керек. Жасыл энергия қажет пе, қажет емес пе? Сосын бұны қысқа уақыт және ұзын уақытқа бөлу керек. Ұзын уақытта бәрібір жасыл энергия көшу керек. Жаңағы өзіңіз айтқандай, ұзын уақыт дейтінде 100 жыл уақыт жоқ, ары кеткенде бір 30 жыл уақыт қалады. Жер байлығы ол шектеулі. Өмір дүниеде біз 8 миллиард, ол кезде бірнеше мүмкін 16 миллиард боламыз, ол бәрібір бітеді. Ұзақ уақыт әрине 100% жасыл энергияға көшу керек. Ол ұзақ уақытты қалай біз дайындаймыз? Ол Қазақстандағы бүгін көмір мұнайдың неше бар, қанша қалды деген сияқты, соған қарата жай-жайдан жасыл энергия көшу керек. Сосын қысқа уақытқа келеміз. Қысқа уақытта жаңағы сұрақты қою керек. Бүгінгі күні қажет пе, қажет емес пе деп оны салыстыру керек бір-бірімен. Бұл жерде мысалға Данияға, Еуропаға не үшін біз жаңа айттым ғой, пайдалы көмірді біз шетке тастадық. Себебі Данияда біз 1 киловатты шамадан 200 теңге сатылады. А Қазақстанда ол 30 теңгеге сатылады. Егер біз желдермен энергиясын келіп қондырсақ, біздер 30 теңгеден болмаса жасай аламыз ба онымен? Ол желдермен деген ол бір ноу-хау. Оған машина сияқты сіз айдап тұрасыз, оған жаңағы мұнайын ауыстыру керек, сервис жыл сайын ауыстыру керек. Сосын оған инфраструктура керек. Инфраструктура деген мына бүкіл мемлекеттік жаңағы электричеті жүретін кабельдер, жаңағы трансформерді бар, соған қосу керек. Оны салу үшін оған жол керек жаңағы. Бар сервисін жасайтын, мынау жасайтын жол керек. Осының бәрін қарастыру керек. Содан кейін бағасын шығару керек. 30 теңгеден біз қазір халыққа сатып жатырмыз. Қайтадан қазір мемлекет егер атом энергиясын жасайды ма, әлде жаңағы жел ма, күн ба жасайды ма, осыған біз жасай аламыз ба, жасай алмаймыз ба? Жасай алмасақ, онда біз қазір қысқа уақытта әзірінше күтіп тұруымыз керек. Себебі қазір біз бүкіл әлем, оның ішінде Қазақстан дүниежүзілік жасыл энергияға көшу, ауаны қышқылданбау, бұзбау туралы қол қойды ғой. Кезінде Қытай да қол қойды. Қытай бірнеше жыл қашып жүрді. Неге десең, экономикасы ондай мықты болмады. Қытайдың айтып отқан сөзі батысқа жаңа айтады, сендер осы кезге шейін ауаны бүлдірдіңдер, иә? Біз әзір бастаған, енді бастап жатырмыз, иә? Сен қалай айтасың? Бізге уақыт беріңдер дейді. Бізге уақыт бер. Қазақстанда сол стратегияны қолдануға болады. Қазақстанда өндіріс жоқ, енді барып бастап жатыр, иә? Бірақ сол жаңағы менің ойымша қазір жасай алмайды. Бүгінгі бағаға жасыл энергияны. Атомдық электростанциялардың қазір шағындары бар, өте үлкен, жойқын емес, шағын салып, енді түрлі көздері бар ғой, жаңа атом бар, жаңа қоқыстан шығару, желдермен, күн деген сияқты. Енді Европаның түгел зерттеп, бірақ түбі осы қазірден бастап қамданып жасау керек қой. Солай емес пе? Ол ұзақ уақыт мерзімді. Сосын жаңағы айтқандай, қысқа уақытқа мен өзімдің әзір деталь оны білу үшін, мысалы 1-2 жыл мамандары тартып бәрін анализ жасау керек. Мысалы әсіресе экономикалық жағдайда ондай зерттеулер мысалы мен жасап бере аламын. Жаңағы тиімді ме, тиімді емес пе қысқа уақытта. Мен өзімдің бір ой бар, білмей тұрып, жаңағы деталь информация қолымда жоқ, білмей тұрып, жалпылай Қазақстанды былай қарасам, бізде көмір көп, иә? Сол көмірді біз әзірше қолдауымыз керек. Бірақ бұл демек емес, көмірді өртей берді, ауаны бұза бер деп. Қазір технология бар. Бүкіл жаңағы шыққан CO2 дейміз, колдиоксид, қышқылды ұстап қалуға болады. Сол технология. Ал біздің Данияда ауада кетіп қалған жаңа CO2 қышқылды ұстап алып, жер астына көміп жатыр. Яғни бұны мен естідім, Қытайда да бар дейді, мүлде түтін шықпайтын, мына ауаны ластау нөлге жақын, сондай технологияларды қолдануға болады. Бізде көмір бар, бірақ ол көлік емес қой, сатып әкеп, мініп жүре беретін. Оған жаңа айтты, инфраструктура, мамандар дайындау керек,
қазірден бастап дайындық көру керек. Түбі енді біртіндеп бір 10-15 жылдың ішінде бізде көшіміз керек, солай ғой? Иә. Бірақ менің бір ұсынысым бар. Жаңағы сырттай қарап, жаңағы детальді білмесем де, менің бір ұсынысым бар, күнделікті көріп жүрген. Қыста да келдім, жазда да келіп жүрмін. Қазақстанда менің ойымша қазіргі энергия жетеді. Атомда салу қажеті жоқ, жаңа көмірді да осы кезден көптеу қажеті жоқ, оның жаңа желдермен күн энергиясында қазіргі қысқа уақытта айтып отырмын, 5 жыл ішінде салу қажеті жоқ. Бүгін Қазақстандағы қолданбай далаға шығып атқан энергия соншалықты көп деп ойлаймын, егер соның алдын алса. Эффективесение бізде жоғалту, энергия жоғалтудың алдын алса. Мына кабельдер бар, ескі кабельдер бар. Мына турбаларды көресіз, жолдың бетінің үстінде тұр, буы шығып жатар тыста, иә? Мына үйді қыста қарасаңыз, ішке кіресіз, қазақтардың үйіне өртеніп, жаңағы далада -20, үйде майкамен жүреді. Ал сосын ол үйді салқынасып терезені ашады, иә? Өзі ауырады. Одан кейін өзі ауырады. Бізде ондай жоқ. Бізде қазір мысалға терезеден шықпау үшін 2 қабатты терезелер бар, енді 3 қабатты шығып жатыр. Бізде қазір үйдер салып жатқан үйдер 0 энергия үйдер салып жатыр. 0 энергия үйдер салып жатыр. Электриситасын, басқасын өзімен табатын үйдер салынып жатыр қазір. 0 энергия деген, иә? Егер біз ол 0 энергия жетпей-ақ қояйық, ойқа бармай-ақ қояйық, егер осылардың алдын алса, энергия жетеді Қазақстанда. Бұны қалай алуға болады? Мысалға, үйдерге, қазір бізде Danfoss деген компания бар. Мына үйді жылытатын пештер болады ғой. Ол автоматты түрде, мысалға 21 болса, автоматты түрде үйді 21-де ұстап тұрады. Одан артық ысытпайды да. Бұны мысалға үйдерге субсидия ретінде мемлекет беруге болады. Егер сен атом энергия желдермен анау-мынау алғанша, сен үйдерге субсидия бер, мына технологияны сен үйіңе қондыр, иә? Мына пешің автоматты түрде 20 керек ба, 25 керек ба, 30 керек ба үйге, соған қой, далаға энергия кетпесін деп. Үнемдеу, ауаға шашпау дейсің. Ананың бағасын мысалға айтады, иә, мынау $1000, $500 мемлекет берсең. Сосын мемлекеттік та жұмыстар бар бұл жерде. Жүйені түзілу керек. Мысалға жаңа турбалар бар. Бізде Еуропада жердің бетінде жүрген турба жоқ. Қазір біздің жердің астағы турбаларды алып, оны басқаша турбалар салып жатыр да, вообще жер астына да энергия далаға кетпейтін турбалар салып жатыр. Мысалы, оларды алып, жаңартып, жер астына көміп, энергия далаға кетпесе, мен ойлаймын, бүкіл Қазақстанның энергиясы бүгінгі жасап жатқан жеткілікті. Біз былай жетеді. Эффективесение жасау керек. Рахмет. Міне маманның сөзі, пікірі, шындығында, енді мен айтсам халық мазақтайды. Мен қанша жыл болды, мысалы қабат үйде тұрам, үйдегі түгел пеш өшіп тұр, батарейкалар. Сол дәліздегі жылу жетеді. Менің немерелерім бөлек тұрады. Мен қыста көлікті де қоспаймын, бірақ ормаймыз есесіне. Соны айтады, сен хайпажор, мынау деген сияқты мазақтайды. Мен класстастарым келгенде айтқан жоқ, қонаққа шақырғанда жұбаймайды. Үй салқын, аяққа қалың байпақ киіп келіңдер деп айтқан, адам үйреніп алады. Мен де Қытайда тұрдым, Европада үйлері өте салқын, адам соған үйренеді, есесіне денсаулық жақсы. Ол денсаулыққа да пайдасы бар ғой. Салқын 20-21 градус қойсаң. Жақсы. Осыны жасау үшін өзіңе, мысалы, мемлекет тарапынан қандай да бір ұсыныс жасаса, ақылы түрде жасап, сараптама жасап бере аласың ғой, да? Мен сараптама жасап берейін. Мен кезінде Вестасқа 6 миллиард евросына сараптама жасаған адаммын. Бүкіл әлемде алатын. Ал бүгінгі Siemens компаниясына 2 миллиард евро сараптама жасап отқан адаммын. Қазақстанға да осылай сараптама жасауға болады, да? Әрине болады. Міне өзіміздің қандасымыз, қаны қазақ деп соққан Европада Наурызды қаншама жыл өткізіп жүрген. Қазақша алғаш жаза бастаған кезде қате жазатын, қазір қатесіз жазып, осылай қаны бар, тек қана ақша деп қана емес, ел, жұрт, ұлт, жалпы халықтың болашағын ойлайтын азаматымыз осындай ұсыныс айтып отыр. Уақыт келген кезде біздің мемлекетте осы маманның пікіріне жүгінеді деген сенімдеміз.
Сондықтан ал енді біз түрлі бағытта тақырыпта әңгімелесеміз. Ана күн тауға шықтық, сонда көп әңгімелестік. Атқа мініп біраз қыдырдық, сол жерде көп әңгімелестік. Солардың түйінін бүгін тағы да айтамыз. Ал келесі хабары біздің бағдарлама Европадағы мына мемлекеттік жүйе, демократия жайлы болмақ. Осы жайлы сөз қозғаймыз. Келесі біздің видеомызды міндетті түрде көріңіз. Бұл Европадағы, әсіресе Даниядағы демократияның жемісі деп аталады. Лайк қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер.